Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тез, жылдам дайын болатын омлет жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге керек ингредиенттер: 2 жұмыртқа, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз, сүт және сыр керек болады. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Вилкамен жақсылап араластырамыз. Енді дәмдеуіштерін саламыз. Дәмдеуіштерін өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштерді қоса беруге болады. Осылай барлығын араластырамыз. 2 ас қасық сүт қосамыз. Жақсылап араластырамыз тағы да. Енді кішкене ғана қасықтың ұшымен 1 шымшымдай тұз қосамыз. Енді табамызды қыздырып аламыз. Орташа отқа, ешқандай май құймаймыз. Үккіштен өткізіп алған сырымды осылай жайып шығамын. Сыры еріп жатыр. Енді араластырып алған жұмыртқамызды жайлап құямыз. Астын орташа етіп қойыңыздар. Өте қатты қоюға болмайды. Астындағы сыры күйіп кетуі мүмкін. Қақпағын жауып, шамамен 5-10 минутқа қалдырамыз. Не қараңыздар, дайын болып қалды. Не қараңыздар, қазір астын аударып көрсетейін шетінен бастап. Сап-сары болып пісіп жатыр. Осылай қалдыра берсеңіздер де болады. Крышкасын жауып, жұмыртқасы піскенше. Ал мен екінші жағын жайлап аудардым осылай. Екінші жағын аударғаннан кейін шамамен 2-3 минутта дайын болады. Омлетіміз дайын болды. Неге қараңыздар, астындағы сыры еріп, сап-сары болып шыққан. Өте жылдам және тез дайын болады. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, төменге пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Сіздермен болған Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.